достар, эфирде жастар бір телеарнасы мотивация хабары. Мен Ғалия Өзбекбайқызы, бүгін Жәнібек Қыдырәлиев атты бизнес жаттықтырушы, брендолог азаматпен сұхбат құрмақпын. Қош келдіңіз, Жәнібек. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сізге қойылар сауалдың барлығы сол бизнестің төңірегінде жалпы жастарды бизнеске жұмылдыру, үйрету сол жайында болмақ. Енді өзіңіз сол істің басы-қасында жүргендіктен қазіргі жұмысыңыздан бастап кетсеңіз әңгімені. Қазіргі таңда жалпы орта және шағын бизнесті дамытумен айналысамыз. Жастар болсын, үлкен кісілер болсын, оларды бизнесқа үйретеміз. Бизнесті қалай жасау керек, маркетингтік стратегияны қалай жасау керек, жарнамалық кампанияны қалай жүзеге асыруға болады, бизнес планды қалай жазуға болады. Бизнес план жазғанда финансовый моделі бар, маркетинг анализ бар. Соның барлығын қалай жасау керек екенін үйретеміз. Актуалды қазіргі таңда керекті деген инструменттер бар, сол инструменттерді оларға көрсетеміз, үйретеміз. Сол жалпы. Жылына қанша бизнес тренинг өткізесіздер? Бір жылда, мысалы, сіздің қасыңызда тағы басқа да қандай мықты бизнес жаттықтырушыларды айтып кете аласыз? Енді әркім өз саласында мықты деп ойлаймын. Мысалы, өзім өткізетін тақырыбым ол персоналды брендті қалыптастыру және SMM маркетинг. Ал мысалы, жаңағы маркетинг және де финансовый анализ жағынан, мысалы, НПП атамекен Арман Ақбердиев бар, Айнұра Қалмағанбетова бар, ораторлық искусство дейді. Ол жағынан Ләззат Шешенбекқызы бар, шешендік өнерден. Одан бөлек жаңағы интернет-маркетинг бар, ол жақта Нұрсұлтан Жиренбайтегі, криптотрейдинг жағынан Әлімжан Сәтбеков деген сияқты бизнес-тренерлер өте көп, жаңағы бірге жұмыс жасайтын үлкен бір компанияның астында жиналып, бәріміз Қазақстанда сондай бизнес-тренингтерді өткізіп жатырмыз. Персоналды бренд деп қалдыңыз, енді жеке тұлғаның брендін қалыптастыру, жалпы оның өндіретін өнімінің ойлап тапқан өнер табысының брендін қалыптастыру жағына бағыт сілтейсіз ғой. Өзіңіздің түріңізге де қарап отырмын, көз ілдірік, құлақта құлаққап дегендей. Бұның өзі де сіздің бір жаттықтырушы ретіндегі стиліңізді қалыптастырып тұрған сияқты. Солай ма, әлде сән үшін бе? Жоқ, әрине, оның барлығы имидж үшін жасалынатын дүние. Өйткені персоналды брендті бастаған кезде ең алдымен жаңа имиджмейкер, брендолог дейді, ол стратегияны жазады. Стратегиядан кейін жаңа имиджмейкер, ол полностью жаңағы шоппинг дейді, толығымен жаңа киім кешегі бар, аксессуарлар бар, соларды подбор жасайды. Шаш үлгісін қояды, кейінгі этапта уже визуалды түрде адамдарға жеткізу мақсатында ол фото иллюстрациялар, видео контент сол дүниелер жасалып, келесі кезекте әлеуметтік желілерде жаңағы контент дайын болғаннан кейін максималды түрде адамды пиар жасаумен айналысамыз. Пиар жасаумен айналысқан кезде қазір сізді тыңдап отырып, орыс тілі, қазақ тілін аралас сөйлеп отырсыз. Тек қана қазақ тілінде жүргізесіз ба, жоқ әлде орыс тілінде? Екі тілде де жүргіземін. Мен айтып отқан саламда қазақ тілді терминдер әлі жоқ. Көбінесе орыс тілді терминдер болғаннан кейін, оның аудармасы болмағаннан кейін орысша. Жоқ, сіз етістіктердің де барлығын орысша. Қазақша да орысша да жүргіземін, екі тілде жүргіземін. Екі тілде жүргізесіз, е? Алдыңызға келген балалар, алдыңызға келген кәсіпкерлер болашақ қандай қиындықтардан қорқады? Енді шындықты айтатын болсақ, мен өзім 18 жастан бизнеспен айналысамын. И бизнестің қандай екенін білемін мен, мысалы. Қай этапта қандай қиыншылықтар болатынын. Ең алдымен қиыншылық ол өзін жеңу. Көптеген адамдарда жаңа күмән болады. Бұны бастасам, ол алға баса ма, баспайды ма? Мықты идея болуы мүмкін. Халыққа жақсылығын тигізетін, тез арада қаражат табуға болатын жақсы идеялар болады, бірақ көп адамдар ішкі жан дүниесі қорқақтық болады, күмән болады, соның арқасында көп бизнесті бастамай жатады. Ол бірінші этап. Екінші этап бизнесті бастайсыздар, бірақ сіздерге тәжірибе керек. Тәжірибе болғанда қалай айтсам болады, ұстаз болу керек, білім болу қажет. Көптеген адамдар бизнесін ашады, бірақ екінші кезекте білімнің жетіспеуіне байланысты қаражат инвестиция тартуы мүмкін, немесе өз қаражатын жұмсауы мүмкін. Бірақ уақыт өте келе ақшаны дұрыс пайдаланбаудың себебінен ол бизнес жабылып жатады. Ол тағы бір себебі бар бизнестің. Келесі кезекте олар бизнесін бастады, қаражатын дұрыс жұмсауды үйренді дейік.
бірақ жарнамалық стратегия болмайды. Жаңағы кез келген бизнесті ашып қояды да күтіп отырады. Мысалы ресторан ашсын немесе басқа бизнес ашсын, клиенттер жаңағы тұтынушылар өздері келіп тауарды немесе қызметті сатып алады деп. Бізде көптеген адамдар сондай қате жасайды. Олар жаңа жарнамаға қаражат жұмсамайды. Жарнамаға қаражат жұмсағанмен де кейбір жаңағы жұмыс істейтін инструменттер болады, құралдар, жұмыс істемейтін инструменттер болады. Олар жаңағы елде не істейді, ананы істеу керек, мынаны істеу керек деп қаражатын бәрін салады, бірақ результат жемісін көрмейді. Сондықтан келесі кезекте, осы кезекте жаңа жарнаманың дұрыс стратегиясын қою керек, маркетингтік талдау жасау керек, жаңа рынокта зерттеу керек, жаңа өзінің целевой аудитория дейді, орысша өзінің тұтынушылардың психологический портретін составлять ету керек. Ол жас шамасы нешеде, қандай айлық алады, ол кісілер қандай әлеуметтік желілерде отырады, ол кісілерге жарнаманы қай түрмен көрсетуге болады. Соның барлығын зерттей келе жасалынатын болса, олар ертең жемісін көреді. Бірақ көбісі солай жасамағандықтан сондай қиындықтарға тап болып жатады. Мысалы бізде кәсіп ашқан жағдайда ең бірінші тұтынушы өзінің туысқандары. Туысқандары қарызға сұрайды, я болмаса жеңілдік жасауын өтінеді дегенде ең бірінші осы жарнама жасаудың кеселінен де тек қана өзінің ортасына, айналасындағы адамдарды ғана шақырып қояды дағы, ал жаңағы жарнамаға сараңдық етудің нәтижесінде ол бизнес әрі қарай алысқа бармайды дегіңіз келеді ғой. Жоқ, сонымен қатар жақындардың өздерінен көптеген кісілер бизнес ашады, бірақ жақындарын тартпайды, көбінесе айтпайды оларға. Ол қызғаныш па жоқ әлде? Ол дұрыс емес стратегия. Мысалы ойлайды, ол жақындары жаңағы айтатын болса, олар жаңағы тегін сұрайды немесе жеңілдік сұрайды деп. Ал шын мәнінде жақын адамдар, сол жақындардың арасында біреу бизнес ашып жатса, максимал түрде ол кісіге көмектесу керек. Тауарларын сатып алу керек, екі есе бағамен адамдарға айтып жүру керек. Ал біздікілер ең алдымен жаңағы тұтынушыларын айдаладан іздейді. Мысалы айдаладағы адамға сіз сату қиынырақ болады. Сіздің жақын адамға сату оңай болады, өйткені ол сізді біледі, ол сіздің сөзіңізге сенеді. Мысалы маған бизнес аштым делік. Маған 10 кеңес беріңізші. Бірінші не істейін, екінші не істейін, үшінші, төртінші, бесінші дегендей. Бұл жастарға көмек болсын. Бірінші кезекте идея дейді, қандай бизнеспен айналысқыңыз келеді. Ол үшін жаңағы арнайы тест ниша деп аталады. Мысалы адам өзіне жанына жақын бизнеспен айналысу керек. Оны қалай білуге болады? Көптеген адамдар ойлайды, мысалы, ар жақта көп ақша табуға болады, сол бизнеспен айналысады, бірақ уақыт өте келе олар сынып қалады. Өйткені оның жүрегі қаламайды, жан дүниесі қаламайды ол бизнеспен айналысқан. Осыны білу үшін тест ниша деп аталады. 50 бизнес идеяны жазасыз, сіз білетін. Оның ішінен 30-ын сараптап аласыз, 30-дан 15, 15-тен 7, 7-ден 3, сол 3-дің ішінен біреу. Жаңағы сараптау барысында адам өзіне белгілі болады, қай бизнес оған жақын. 50-дің ішінен фильтрация жасау арқылы ең соңында жаңа бір бизнес идея қалады. Ол бизнес идеяны сіз жан жүрегіңіз қалады, және де сіз ол салада білесіз. И соның арқасында бірінші идеяны табуға болады. Екінші кеңес ол команда. Команда жинау барысында психологияны кішкене зерттеу керек, немесе көптеген жаңа бизнес бастаған кезде адамдар өзінің достарын, туысқандарын шақырып атады бизнесқа. Бірақ одан кейін уақыт өте келе көптеген бизнестер жабылып жатады, өйткені бір-бірінің арасында түсініспеушіліктер болады. Сол үшін жаңағы ақшаны жилет етпей HR специалист бар, HR мамандары, жаңа кадрды табатын. Сол кісілерге жаңағы артық қаражат берсеңіз де, сол кісілер сізге жақсы специалистерді жинап береді. Бұл екінші кеңес команда бойынша. Үшінші кеңес ол енді кез келген бизнестің алға алып кететін ол жарнама дейді. Жарнамалық компанияны таңдағанда мұқият болыңыздар. Жарнамалық компанияны таңдаңыздар. Сол кезде жаңағы ол компанияның жұмыс жасы неше уақыт бойы рынокта болғанын, олардың істеген жұмыстарын, портфолиоларын қарау керек, және де таныстарын сұрастырып, ол компания туралы ақпаратты толығымен білу керек. Төртінші кезекте сіздің жаныңызда жаңағы адамдарға байланысты болады. Сіз жаңа бизнесті бастаған кезде, қаражат түсе бастаған кезде көптеген адамдар жаныңызда көп болады, сіз уақытыңызды дұрыс емес пайдаланып жатасыз. Керек емес нәрселерге бөліп. Сондықтан да эффективный тайм менеджмент дейді. Тиімді тайм менеджмент, уақытты тиімді пайдалану. Уақытыңызды тиімді пайдалануға тырысыңыз. Содан кейін көптеген адамдар бизнесті бастағанда бәрін білемін болды деп ары қарай дамымай жатады. Сол үшін кез келген адам, кез келген кәсіпкер, олар қолынан келгенше уақытының көп несін жаңағы өзін дамытумен айналысу қажет.
Айта берсе көп. Айта берсе көп. Енді 10-ға жеткізбей ақ қояйық. Өйткені бұл жерде ол оның бәрін айту үшін мүмкін біздің жастарға осы Жәнібек өткізетін бизнес тренингтерге қатысу керек. Міндетті түрде қатысу керек деп. Сол жастарға қазір тегін өткіземін. Өзімнің нем деп ойлаймын. Мақсатым, өзім алға қойған жаңа миссиям деп ойлаймын. Духовный лидер дейді жаңа, қалай айтса болады? Рухани лидер, көшбасшы болғым келеді. Сондықтан да жаңа қазіргі таңда жастарды жаңа бизнесқа баулу мен орта және шағын бизнесті дамытуға өз үлесімді қосқым келеді. Сондықтан да мектеп оқушылары арасында студенттерге тегін түрде бизнес тренингтерімді өткіземін. Сіздің жұмысыңыздың нәтижесінде ондаған қыз-жігіт мобильді қосымшаларын ойлап тауыпты. Солай ма? Сіздің бизнес тренингіңізден кейін? Жоқ, біздің бизнес тренинг емес. Ол жерде біз жаңағы менің партнерларым болды, болашақ бағдарламасымен оқып келген. Ол кісілермен біз қосылып, Inventor академиясын аштық осыдан 2,5 жыл бұрын шамасында. Ол Астанадағы алғаш мобильдік қосымшаларды даярлауға үйрететін, бағдарламалау тіліне үйрететін, 3D модельдеуге үйрететін алғашқы академиялардың бірі болды. Сол кезде біз методологияны Юго-Восточный Азиядан алдық. Жаңағы біздің методология бойынша ақш-тың жаңағы мықты университеттерінде студенттерді оқытады. Сол методологияны алып келдік, жаңағы Американың Силиконовая долинадан не алып келдік, роботтар алып келдік. Сол кезде 6 жасар баламның өзі бағдарламалау тілдерін үйреніп алуға мүмкіндік болды. И 10 жасар қызымыз экспандал мобильдік кит бағдарлама ойлап тапты. Ол жаңа бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары жазды, бағдарламаларға шақырды. Экспан жаңағы руководство шақырып, өз жақтарынан жаңағы ақпаратты берді. Ал негізі ол ақпараттар конфиденциалды жаңағы берілмейтін ақпарат болатын. Соның арқасында қазіргі таңда елімізде цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында дамытып жатырмыз. Осы бағыттағы қазір мысалы мектептерде Астанада курстар аштық, 3D модельдеу, сол бағдарламалау тілі, мобильді қосымшаларды жасау бойынша. Қайрат Құдайбергеновпен де қосылып жұмыс істедіңіз, иә? Ол кісімен Q4 бизнес мектебі. Қазіргі таңда осы Астанада Q4 бизнес мектебінің бизнес тренерімін, персоналды бренд және де SMM маркетинг бойынша осы екі бағыт бойынша бизнес тренингтер өткіземін. Жалпы осы? Жалпы халықтың біздің жастардың ұмтылысы қалай? Көбісі жұмыс бастаудан қорқып жүреді ғой, жаңа айтып кеттік те, қандай қорқыныштар болады деп. Бірақ осы өзінің қалағанын ашамын, тура соны ғана ашамын, жаңа мен 50 бизнес жазып отырмаймын деп келетінде табанды жастар бар шығар? Әрине олар бар. Қазіргі жастар туралы айтатын болсақ, олар өте білімді, тәрбие жағынан кішкене не болуы мүмкін жаңағы, өйткені не болуы мүмкін тәрбие жағынан? Тәрбие жағынан бұрынғыдай мысалы ақыл айтатын, жол сілтеп отыратын ақсақал әжелеріміз жоқ. Мысалы ата-аналардың бәрі жұмыста, олар жаңағы ақпаратты максималды түрде Европадан, жаңа Американың ғаламтордан алады. И жаңағы өзінің өмірлік деген көзқарасына жаңағы ұлтым, халқым дейтіндей жаңағы ішкі жан дүниесі патриотизм болмайды. Бірақ олардың бір жақсылары, олар ақпаратпен билейді. Қазіргі таңда көптеген жаңа IT саласы болсын, басқа салалар болсын, олар бізден жақсы біледі. Өйткені олар жаңағы сол жағынан қатты дамыған, бірақ тәрбие жағынан кішкене дамыту керек. Неге ақыл айтатын ата әже жоқ дейсіз? Олардың атасы, әжесі бәлкім ауылда отырған шығар? Жоқ, оларда тек қана түріктің сериалын, кәрістің сериалын көріп, ақыл айтуға қолдары тимейді деп ойлайсыз ба? Мен жастардың бір көзқарасын іліп алып отырмын сіздің айтқан сөзіңізден. Ақыл айтатын ата әже жоқ деп. Мен қателесуім мүмкін, бірақ мен өзім солай ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда ата-аналарды қарайтын болсаңыз, олардың барлығы көп бәлкім тыңдайтын жас жоқ шығар. Мүмкін, ол да мүмкін. Бірақ сонда да кезінде енді өзім мен жасым 24-те, бірақ соның өзінде кезінде осы әжем ақылдарын айтатын, соның арқасында қазіргі таңда максималды түрде адамгершілігіміз мол, үлкенмен сыйласа білеміз, кішіге ізет көрсетіп, үлкенге құрмет көрсете білеміз. Ал қазіргі жастардың арасында ондай бар, бірақ қатты дамыған. Оларда кішкене европейское мышление дейді, батыстық ойлау қабілеті сондай.
өзіңіз бизнес жаттықтырушы ретінде мынаған сараптама жүргізіп көрдіңіз бе? Біздің елімізде қанша бизнес бастама қолға алынады жыл басында және жыл соңында олардың қанша пайызы аяққа тік тұрып кетеді? Енді мен өзім жүргізген жоқпын, бірақ статистикаға қарасақ, жаңағы 100% жасалған бизнес идеяның 10% ғана рынокта қалады. Бұл кез келген проект, мысалы бизнес, ол рынокта 3 жыл өмір сүру керек. 3 жылға дейін ол бизнес стартап деп аталады. Ол әлі 3 жылдың ішінде көптеген бизнестер құлап жатады. 3 жылдан өтті ме, ол кәдімгі бизнес. Ол бизнесті бизнес деп аталады. Біз мысалы желілік маркетинг дегеннен қорқамыз ғой, дегенмен де ең алдымен химиялық тазарту орындарын ашып, одан кейін содан түскен қаражаттан өзіне үлкен бизнес ашқан, ресторандар ашқан кәсіпкер ханымды білемін. Сырттай танимын, Гүлмира. Бұның өзі де желілік. Бір жерде емес, бірнеше жерде нүкте ашу, бренд қалыптастыру. Біз мысалы айтып отырсыз ғой, бір ғана бизнестің өзі 3 жыл кемінде тұру керек деп. Бір бизнестен екінші бизнес тудыру. Осы жағына қандай кеңестер бересіз сіз жастарға? Ол бизнесті, бір бизнестен екінші бизнесқа секіру үшін секірмей, біріншісін өркендетіп, дамытып, ол да жүре береді, және екіншісін ашып қойса. Ол үшін жақсы партнер керек. Сіз сенетін, сол жасап жатқан бизнесті білетін, сол кезде сіз жаңа бастаған бизнесті сол кісіге жаңа басқаруға қалдырып, келесі бизнес ашуға болады. Бірақ бірінші бизнесті аяққа тұрғызып, екінші бизнеспен айналысу, оған смысл жоқ. Оның мәні жоқ дейсіз? Мәні жоқ. Сіз мысалы 18 жасымда бизнеске келдім деп отырсыз. Неден бастадыңыз? Ең бірінші өзім мен осы Евразийский университетте оқыдым, Евразия ұлттық университетінде, журналистика факультетінде. Бізде жаңағы Қазақстанның әр аймағынан өнерлі адамдар келетін. Мысалы біреу тамада, біреу биші, біреу жаңағы домбырада ойнайды. Соларды жинадым, фото қылып түсірткізіп алдым жігіттерге. Сөйтіп жаңағы Corel Draw сияқты фотошоппен жұмыс істейтін жігіттерге айтып, презентациясын жасатқыздым. Ол кезде жаңа OLX платформа жақсы жұмыс жасайды. Сол жақта тегін жаңа хабарландыру беріп, адамдар звондайды, той керек ұйымдастыру керек болса, мен барып сол жігіттердің қызметін сатып, үстінен жаңа өзімнің қаражатымды алып, той ұйымдастыру орталығын аштым бірінші. Event агенттігі дейсіз ғой, қазіргі тілмен айтқанда. Өзіңіз ашқан event агенттігі арқылы ақша таптым деп отырсыз. Енді сол тапқан табысыңыз сіздің шәкіртақыңыздың қанша пайызын құраушы еді? Жоқ әлде ақылы негізде оқыдыңыз ба? Ақылы түрде оқыдым, сол тапқан қаражаттың бөлігін сол оқу ақысын төлеуге жұмсап отыратын болған. Ата-анаға ешқандай салмақ салған жоқсыз ба? Сол бірінші кезде салмақ салынды, бірақ кейіннен келе өзім төлеуге тырыстым, төледім. Бүгінгі таңда ата-аналарыңа көмектесіп тұрасың ба, жоқ әлде тек өзің үшін өмір сүріп жүрген азаматсың ба? Жалпы қазіргі таңда ата-анам өзінің бизнестері бар. Ол кісілерге жаңа қаражат жағынан кейде ғана беремін. Көбінесе түскен қаражатты өзіме жұмсаймын, компанияға жұмсаймын, компанияның кеңейтілуіне жұмсаймын. Өз-өзімді дамытуға, жаңа курстарға барғанға, білімімді жетілдіруге сол жаққа жұмсаймын. Шетелдік қандай мықты бизнес жаттықтырушыларды өзіңіз идеал тұтасыз? Идеал тұтқанда бизнес тренерлер өте көп. Әр бизнес тренерден әр жерін аламын. Мысалы, Шамиль Әләуидиновтан ол кісіден мен рухани баю жағынан сол жағын аламын. Мысалы, Радислав Гандапастан өзін дамыту жағынан аламын. Мысалы, Алан Пистан, язык теледвижения дейді, ораторлық қасиеттерді аламын. Сонымен қатар бизнес тренер өте көп, Киясаки, мысалы, Джо Кеха, мысалы, көптеген бизнес тренерлер бар, олардан әрқайсынан өте алатын жерлері бар. Мысалы, Бода Шеферден финансовый грамотность аламын. Ал біздің бизнес жаттықтырушыларымыз бірін-бірін қайталамай ма? Осылай әрқайсынан бір-бір сабақтан алғанның өзінде? Мысалы қараңыз, ең алдымен бизнес тренингтер ақпарат ол Америкадан, шетелден келеді. Ол ақпаратты орыс тілді аудитория алады. Орыс тілді аудиториядан бізге келеді. Сондықтан да ол беріп отырған ақпарат бір, бірақ әр бизнес тренер өзінің тілдік қорына өзінің түсінігіне байланысты басқаша қылып жеткізеді. Айтылатын ой, айтылатын жүйе ол бір жүйе.
бизнестің өзі заманға қарай лайықталып өзгеріп отырады. Жыл сайын біз білмейтін, біз танымайтын бизнес неше түрлі енді айта берсеңіз, қазіргі таңда дендеп еніп жатқан бизнес түрлерінің ішінен қайсысын ерекше атап өтер едіңіз? Қазіргі таңда мен блокчейн индустриясы турасында атап өтетін едім. Оны пирамида деп қабылдамай ма, жалпы осы криптовалюта жағын? Жоқ, ол пирамида емес. Ол жеке түсіндіріп өтетін, ол бөлек әңгіме, оның өзіне бір көптеген уақыт кетіп жатады. Білікті маман керек дейсіз. Білікті маман керек, оны жақсы түсіндіріп бере алатын. Қазіргі таңда біз осы Қазақстанда алғашқы компаниялардың бірі ретінде ICO компаниясын жүргізбекшіміз. ICO дегеніміз ол жаңа өзіміздің токендарды шығарып әлемдік биржаға шығарамыз. ICO мен не деп сұрайтын болсаңыз, ол қазіргі біздің IPO сияқты. Мысалы IPO-да компаниялар өздерінің акциясын сатады, биржаға шығарып, ал біз жаңағы біздің электрондық қаражатты жаңағы токендерімізді биржаға шығарамыз, оны жаңағы бүкіл әлемде сатып алады. Иә? Ол жаңағы платформа болады. Инвесторлар өз қаражаттарын жаңағы крипто индустрияда өзінің жаңағы электрондық ақшалары, эфириум болсын, биткоин болсын, соларды бізге береді. Бізде жаңағы крипто трейдерлар бар. Ол крипто трейдерлар биржада отырып акцияларды сатып алғанда, мысалы, олар жаңа токендерді сатып алып, олар бағасы көтерілгенде сататын болады. Сондай автоматтанды түрде жасалынатын платформа жасап жатырмыз. Ол платформа бүкіл әлемде қолданысқа ие болады деп ойлаймыз. Мысалы, оның өзіне бастаған кезде де электронды ақша төбеден түсе салмайды. Ол кәдімгі қағаз валютадан басталатын дүние. Электрондыға енгізу үшін киви кошелек я болмаса тағы бір жерлерге төлейді. Ал қарапайым халық алданып қалмау үшін осындай жағдайларда олардың көзін ашу үшін, аса сауаттандыру үшін не қажет? Біздің қазіргі таңда қарапайым халық демекші, ол кісілер әлі биткоинға келмейді, электрондық қаражатқа әлі келмейді олар. Келіп қалған жағдайда? Ол бір-екі жылдан кейін, 3 жылдан кейін келуі мүмкін. Одан ерте де келуі мүмкін. Бірақ қазіргі таңда бұл индустрияда жүрген адамдар, көбінесе IT мамандар, маркетологтар, жаңағы бір шаг алда жүретін кісілер, көбінесе IT мамандары, осы және де үлкен бизнес иелері, ол кісілер жаңа осы салада жүр. Биткоинді жаңа электронды ақшаларын сақтап жүр. Өйткені біріншіден ол сіздің қаражатыңыз неше екенін жаңа оны ешкім білмейді. Біріншіден ол қауіпсіздік. Екіншіден оның бағасы әрқашан өсіп отырады. Бірақ қазіргі таңда тот түсіп, тот көтеріліп жатыр, бірақ сонда да бастапқы кезде оның бағасы $100 басталған. Бүгінгі бағасы оның қателеспесем $4700 бір биткоин бағасы. Халық алданбау үшін бұл жерде алданып қалу мүмкін емес, өйткені бәрі смарт контракт арқылы жасалынады. Мысалы, сіз биткоин сатып алатын болсаңыз, арнайы транзакциялар жаңа бүкіл ғаламтордағы адамдар, мысалы мен сізге биткоин сататын болсам, бүкіл ғаламтордағы адамдар подтверждать етеді, жаңа менде биткоин бар екен. Содан сіз қаражатыңыз бергеннен кейін мен биткоинді сізге жіберемін, сол сіз аласыз. Оның барлығы ғаламторда көрініп отырады, адамдар подтверждать етеді. Дегенмен қай бизнес көзі ашылса да халықтың игілігіне жарағаны дұрыс. Және де халықтың көзін ашып, кәсіпкерлердің өзі де өзінің ашып отырған жұмысының тетігін жетіп біліп барған жағдайда ол еш қателеспесі анық. Жәнібек, бір кезде өзің Қазанат атты аты дардай журналдың редакторы болған екенсің. Өзің негізін қалап бердің? Жоқ, бұл журналдың негізін қалған негізі Сәдібек түгел. Бұл журнал ашылған кезде елбасының қолдауымен ашылған, ұлттық құндылықтарды насихаттайтын Қазанат журналы болған. Ол жаңа студент кезімізде жаңа мен партнерім болған Жанерке Төленеген. Сол кісі екеуміз осы журналды жалға алып, сол журналдың 2 шығарылымын шығардық. 2 шығарылымын. Негізі журнал шығаруды оңай нәрсе емес. Енді мен өзімді әріптесім ретінде көріп отырмын. Өзіңізді қаншама телеарналарда жұмыс істепсіз, қолтаңбаңыз қалыпты, бағдарламалар жүргізіпсіз. Келешекте сізді телеарналардан көру мүмкіндігі бар ма? Мүмкін сіз бизнеске қатысты бір бағдарлама ашып, жастар бір арнасынан да танып қалатын шығарсыз, қалай ойлайсыз?
Әрине, мен оған өзім негізі журналистиканы жақсы көремін, көптеген телеарналарда жұмыс жасадым. Қазақстанда ойда бар, мысалы Ресейде жақсы бағдарлама бар, трансформатор деген Дмитрий Портнягиннің өзінің жаңағы өмірін және де бизнеспен жаңағы бизнесқа жетістікке жеткен адамдармен кездесіп, олардың жаңағы статично отырып емес, ол кісілер динамикалық түрде жаңағы кадрларды жеткізу арқылы оның жаңағы өмірде қандай екенін, жұмыста қандай екенін бүкіл жаңағы жан-жақты көрсетіп халыққа жеткізеді. Сол секілді бағдарлама Алла қаласа ашам деген ойдамын. Мүмкін сіздердің арналарыңызда келісіп жатсақ, сіздермен де ашсам, мен де қуанышты болар едім. Біздің жастар бір арнасы білікті жастарды әрқашан қолдауға дайын. Бұл да бәлкім сіздің бизнес бастамаңыздың тағы бір жаңа бастамасы болады деген ойдамыз. Қазір Втренде деген компанияның директоры екенсіз. Ол компания немен айналысады? Енді Втренде дегеннен кейін тренд деген сөздің неден шыққанын білесіз, төркіні қайда екенін. Трендте болсаңыздар, ол қандай жұмыстар жүзеге асырып жатыр? Қазақстанда 4 бағыт. Ол ең бірінші персоналды бренд қалыптастырумен айналысамыз. Біздің жаңа бізге келетін тұтынушылар, олар көбінесе осы политикада жүрген кісілер, жаңа өзін көрсетемін деп жүрген жаңа жұлдыздар, әншілер, немесе осы бизнес саласында өзінің маман екенін көрсеткісі келетін адамдар. Солардың жаңа персоналды брендін қалыптастырумен айналысамыз. Ең кезекте ол жаңа жарнамалық роликтар түсірумен айналысамыз, анимациялық ролик, жарнамалық роликтар, имидждік роликтар. Үшінші сол жаңа бизнес тренингтер, жалпы үш тұтынушыларға арналған. Ол бірінші стартап бизнесмендерге, екіншісі жаңа уже жұмыс жасап жатқан бизнесмендерге, үшінші корпоративтік клиенттерге арналған. Және төртіншісі бизнесті ауқымды дамыту, подключить комплексное продвижение, диджитал агентство. Ол жақта жаңа маркетингтік талдаудан мобильдік қосымша жасауға дейін бүкіл жаңа жұмыстарды атқарумен айналысамыз. Жәнібек, енді ақыл айтатын ата әже жоқ деп қалдың ғой бағана жастарға. Бірақ мен бір ақылшы әкпен болып бүгін осы хабардың соңында бір ақыл айтайыншы. Мейлі ол біздің елімізге әлі енбей жатқан терминдер болсын. Сол терминнің өзін қазақ тілінде жетік сөйлеп барып, сол терминдерді сөзіңе мәйек етіп алсаң, сенің сөзің де өтімді болады, алдыңа келетін бизнес үйренем деген жастардың да саны арта түседі. Ең бастысы тілің шырайлы болсын. Ақыр шешендік өнерге үйреніп жатыр екенсің, е? Осы әпке ретінде саған бір ақылым болсын деп бүгінгі мотивация хабарын түйіндей отырып, өзің құралыпты жастарға, өзіңе өкшелес іні қарындастарыңа бизнес бастау үшін қандай жігер керек, қандай мотивация беруің керек, солай хабарымызды аяқтасақ. Қайтпас қайсарлық керек, кез келген бизнес ол бір күнде аяққа тұрып кетпейді, сондықтан да уақыт керек, және де қайтпас қайсарлық керек. Осының арқасында жетістікке жетесіздер деп ойлаймын. Және сабырлылық, және мықты психологиялық қабілетте қажет ау деймін. Өйткені сынға шыдамаған адамдардың морт сынып кетіп жататыны бар. Бәріне берік, төзімді болу керек. Осымен бүгінгі мотивация хабарын аяқтаймыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Жәнібек Қадырәлиев, мықты бизнес жаттықтырушы және брендолог. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында бірнеше бизнес жаттықтыруларды жүргізіп жүрген бұл азаматқа болашағыңыз жарқын болсын демекпіз. Жастар жылында сізді жаңа белестерден көрейік. Рахмет. Келесі аптада жүздескенше қадірлі көрермен.